Бүгін сіздермен дәл осындай бір-біріне жабыспайтын сондай рассыпчатый күріш дайындаймыз. Бірінші кезекте ыдысқа сұйық майды құйып, оны қыздырып аламыз және жуылып тазаланған күрішті дәл осы майдың үстіне салып, барлығын бірге қуырамыз. Ыдысымызға күрішті салғаннан кейін шамамен 2 минуттай біркелкі араластырып тұрамыз. Ешқандай су құймай, осы маймен қуырып аламыз. Бұл кезде оттың астын қатты көтеріп қажет емес, орташа отта қуырамыз. Уақыт өткен сайын күрішіміз бір-бірінен ажырап, көріп тұрғандарыңыздай ол бөлек-бөлек бола бастайды. Әбден ажырап болғаннан кейін 2 минутқа таяған уақытта ол кішкене сарғыш түске еніп, керісінше бір-біріне бірге бастайды. Осы сәтте үстіне су құя берсеңіз болады. Судың қаншалықты құюыңыз ол сіздің күрішіңізге байланысты. Менде бұл жерде бір кесе ғана күріш. Суды құйған кезде күрішіңіз біркелкі суға батып тұрса болғаны. Одан артық көп құйып қажет емес. Күріштің үстіне суымызды құйғаннан кейін арасында қалған түйіршіктерді осылай ажыратып жіберіп, оның үстіне керек мөлшерде тұз саламыз. Одан кейін оттың астын көтеріп, жоғарғы отта пісіреміз. Шамамен 5-7 минут аралығында күріштен су тартыла бастайды. Сол кезде ортасын ашып, осылай қасықпен тексеріп көрсеңіз болады. Ол сондай влажный, ылғалды болып тұратын болса, суы түгел тартылмаған. Суы түгел тартылып, бетінде күріштің дәмін көрген кезде ол жұмсарғанға дейін пісіреміз. Осылай жан-жақтарын жинап қойып, күріштің суының барлығы тартылғанша күтеміз. Осылай суы тартылып болғаннан кейін, оттың астын басып қойсаңыз болады. Ақырын отта осылай ортасын ашып қойып пісіреміз. Егер де суы қатты тартылып кетіп, асты күйіп жатқан болса, ортасынан аз ғана су құйып, ары қарай пісіре бересіз. Міне, біздің гарнирге арналған күрішіміз дайын болды. Ол өзі сондай жұмсақ, бірақ қанша жұмсақ болғанымен бір-біріне жабыспай, осылай шашырап тұрады. Суын жеткілікті деңгейде құйған болсаңыз, тіпті асты да күймей біркелкі болып піседі. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп-көп рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.